3-4 сыныпта оқитын кезімде менің басымда бит болды. Мен құрбымның үйіне қонып жүрдім. Сол кезде мен құрбымның басында бит болғанын білген жоқпын. Оның жастығымен жастап жаттым. Және бір апта өткеннен кейін маған да бит шықты. Одан кейін ініме де бит шықты. Және де мен оны жақын араласатын подругама айтқанмын, ол болса жоқ деді. Және де біз әжетханада тұрғанда оны бір қыз естіп қойды. Және де ол мен жақын араласатын подругаларыма оны айтып қойды. Және де мен оның қасына барғанда оның маған жиіркенішті болып қарайтын. Және де өте жаман түрмен қарайтын. Ал сосын мен подругаларым қасына барғанда олар да менен қорқып кетіп қалатын. Мен қатты жылайтынмын. Және де мен жалғыз болатынмын. Мені мектептен шығарып жібере ме деген ойлар да болатын. Өйткені менің басында бит бар. Осыдан кейін менің басымнан бит кетті. Өйткені біздің балаға 5-ші сынып оқитын кезімізде Айдос деген бала келген болатын. Ол өте бұзық бала болатын. Ол әр қыздың шашынан ұстайтын. Және де менің жамандап жүрген қыз маған келгенде, мен сенің орнында болған кезде мен ол қыздың шашын ұстамайтын едім деді. Және де ол бала күліп кетіп қалды. Мен қатты жыладым. Осыдан кейін мен психологқа барлығын айтқан болатынмын. Және де ол маған мені жұбатып, барлық жақсы болады деді. Және де ол қыз маған қайтадан кешірім сұрады. Ол менің құрбымдай болып кетті. Мен оны кешірдім. Егер де сіздің басыңызда бит болса, ол кетеді. Оған алаңдамаңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қандай видео түсіретінімді комментарияға жазып кетіңіздер. Осындай